камераның аты жөні деп айтсақ. 2000 years later. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен мен Рахат. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бұл видеоны көрместен бұрын арнаға жазылып, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Комментария қалдырған адамдардың ішінен ойын ойнататын боламын. Ол қандай ойын екен видео соңында айтамын. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздерге кішігірім екі жаңалығымен бөлісім келіп отыр. Ол біріншісі аппаратура алдым, және екіншісі видеолардың сапасы бұрынғыдан да өте керемет болмақ. Қысқаша unpacking. Бұл видеода менен толықтай камера жайлы, рюкзак жайлы обзорный видео күтпеңіздер. Себебі мен бұл видеоны сіздер үшін түсірдім. Жай ғана өзім не алғанымды көрсету үшін. Біріншісі, алған камерам Sony Alpha 7C. Бұл камераның 3 айырмашылығы бар. Басқа камералардан 3 ерекшелік десем де болады. Оның біріншісі стабилизациясы, және де екінші full frame матрицасы, және үшінші поворотный режимді экраны. Бұл экранмен бастайтын болсақ, осы экран арқылы сіз видео түсіргенде сізге өте ыңғайлы, өзіңізді түсіргенге, егерде сіз travel блогер болсаңыз, өз-өзіңізді түсіргенді жақсы көретін ютубер болсаңыз, мен сияқты деп қояма. Бұл сізге өте керемет камера. Екіншісі, сіз көп жүретін болсаңыз, қолыңыз дірілдейтін болса, сіздің осы стабилизация арқылы матрицасының ішінде сіздің кадрларыңыз дірілдемей түсіреді. Ол қалай десеңіз, качественно өте плавно кадр болады. Үшіншісі full frame матрицасы. Бұның ерекшелігі сіздің видеоңыздың качествосы өте керемет болады. Сол үшін бұл камераны алуға кеңес беремін. Себебі бұл камерамен сіз кішігірім кино түсірсеңіз де болады. Бұған өзіңіздің қажетті сеткаңызды, кранингіңізді алып, және де мониторыңызды алып, кино бастап кетсеңіз болады. Екінші алған затым ол рюкзак. Бұл рюкзактың ерекшелігі 3 слойдан тұрады, және өте компактный рюкзак. Бірінші слойны өзіңіздің техникаңыз салсаңыз болады, объектив, жаңағыдай камера, ал екінші слой өзіңіздің жеке заттарыңызды, киімдеріңізді салсаңыз болады. Ал үшінші слойна жаңағыдай ноутбуктарыңызды салсаңыздар болады. Бұл сумканың ерекшелігі иыққа жақсы тұрады, және өте стильный, сіз армандаған сумка. Ал енді соңғы нәрсені айта кететін болсам, енді осы заттардың көмегімен менің видеомның качествосы болашақта өте керемет болады, бұрынғыдан да қарағанда. Және видеоның басында айтқан ойыным, ол осы заттардың бағасын кім дұрыс жазады комментарияға, соған ақшалай сыйлығым бар. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Рахат, келесі кездескенше.